Мопедті тіркеу ережелері қандай? Қандай құжаттар керек? Мопедтерді тіркеу үшін тұрғылықты жері бойынша мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Жеке басын куәландыратын құжат электронды түрде де болады. Мопедтің техникалық құжатын немесе техникалық сипаттамалары туралы мәліметті ұсыну қажет. Содан соң өтініш толтырып, мопедті тексеріп, сондай-ақ оны тіркеу үшін және тіркеу туралы куәлік пен мемлекеттік нөмір үшін мемлекеттік баждарды төлеу керек. Егер ешқандай құжат болмаса, мопедті қалай тіркеуге болады? Ешқандай құжат немесе ВИН-код болмаған жағдайда, немесе басқа да бір себептерге байланысты мопедтің шығарылған жылын белгілеу мүмкін болмаса, оны ішкі істер органдары тексеру жүргізгеннен кейін береді. Бұл ретте оны қарап тексеру жүргізілген жыл мопедтің шығарылған жылы болып есептеледі. Мопедті басқару үшін куәліктің қандай санаттары қажет? Жол жүрісі туралы заңға сәйкес, мопедті басқару үшін А1 санаты бар куәлік қажет. Егер жүргізуші А немесе Б санатындағы куәлігі болса, ол да мопедті басқара алады. Мопедтерге арналған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері қандай тәртіппен беріледі? Мопедтерге мемлекеттік нөмір беру қолданыстағы тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады. Яғни жүйе автоматты түрде нөмірді таңдайды. Мысалы, дәл осындай тәсіл мотоциклдерге де қатысты қолданылады. 5 сәуірден кейін мопедтерін тіркемегендерге қандай жауапкершілік көзделген? Заңға сәйкес 5 сәуірден кейін тіркелмеген мопедтерді басқаруға тыйым салынады. Құқық бұзушылық анықталған жағдайда әкімшілік кодекстің 590 бабының 2 тармағымен әкімшілік жауапкершілік көзделген.